Қайырлы күн, достар. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге түрік елінің пидесінің рецебін ұсынамын. Ет қосылған пиде және де сыр қосылған түрін көрсететін боламын. Видеоны айналдырмай қараңыздар, сонда түсінікті анық болады. Тестасы өте жұқа болады және қатпайды, өте жұмсақ болып шығады. Арасындағы техниканың барлығын өткізіп алмас үшін видеоны айналдырмай соңына дейін қараңыздар. Қамырын дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға електен өткізілген 250 грамм ұн жеткілікті. Бөлек алып қоямыз. Енді жылы суға бір ас қасық тұз, жарты ас қасық қант салып жақсылап тұрып араластырамыз. Ұнға қоспаймыз, себебі ащы болып қалуы мүмкін. Сондықтан ең алдымен суға салып, ертіп алып барып қосамыз. Және дрож қосамыз. Дрожбен ұнды жақсылап тұрып араластырып аламыз осы ыдыстың ішінде. Екеуі барлығы жақсылап тұрып араласуы керек. Араласып болғаннан соң жаңағы тұзды, қантты суымызды құямыз. Ең алдымен лопаткамен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Влажный болғанша, содан соң барып қолдың көмегіне жүгініп, қамыр илеп бастаймыз. Қамырымыз қатты емес, қатты жұқада емес болуы керек. Орташа әдемі болып иленіп шығуы керек. Иленген қамырды ыдысымыздан алып, дәл видеодағыдай тартқылаймыз. Біздің қамырымыздың құрамында дрож болғандықтан дрожымыз еріп езілуі керек. Барлық техниканы істеп болғаннан кейін пакетке салып, бетін жауып кемінде жарты сағатқа қоямыз. Булочка ұқсап көтерілу міндетті емес, тек жарты сағат 45 минут тұрса жеткілікті. Ал керек заттар бізге сұйық май және де шетіне жағатын жұмыртқа. Мен алдын ала теркадан өткізіп қойдым. Осындай сиыр қажет болады, ірімшік және моцарелла ірімшігі қажет болады. Ас көк сепсеңіздер де болады. Міне бізге бар жоғы осы заттар ғана керек. Қамырымыз менде 30 минут тұрды. Қазір сіздерге арасын кесіп көрсететін боламын. Дәл осындай болып шығуы керек, қыздар. Қараңыздар, ешқандай іртік болмауы керек. Мінекей, қамырымыз өте әдемі болып шықты. Дайын деген сөз. Екі бөлікке бөліп аламыз. Біреуі жаңағы біздің ет қосылған, екіншісі ірімшік қосылған түрі. Енді сәл ғана ұн себеміз, көп емес. Ұн сеуіп, қайық сияқты етіп қамырымызды жаямыз. Қамырды жұқа қылып жаямыз. Ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Көбіне қыздар қатып қалады деп жатыр. Қазір мен сіздерге видеоның соңында бір техникасын көрсететін боламын. Сол техниканы орындасаңыздар қатпайды. Мүлде өте жұмсақ болып шығады. Сондықтан ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Қыздар, бұл оригинал рецепт. Сондықтан дәл осылай жасаңыздар. Қамырды жайып болғаннан соң қайық сияқты қылып, үстіне сұйық майды жұқалап жаямыз. Қатты шылқытып жағудың қажеті жоқ. Яғни барлық жерге толықтай тисе болды. Жұқа етіп жағып шығасыздар. Сұйық майды толықтай жағып болғаннан соң шетін қайыруды ұмытпаңыздар. Қатты басып қайырыңыздар, піскен кезде ашылып кетпейтіндей болуы керек. Қайық сияқты формасын жоғалтып алмаңыздар, қыздар. Сондықтан әдемі қылып, домалақ қылып жібермеңіздер, немесе төрт бұрышты қылып жібермеңіздер. Сондықтан шетін әдемілеп қайырған кезде қайық сияқты формасын жоғалтып алмаңыздар. Және де қатты басуды ұмытпаңыздар. Піскен кезде арасы ашылып кетуі мүмкін. Міне қыздар, дайын болды. Байқасаңыздар, менің қамырым өте жұқа болды. Ешқандай қорықпаңыздар. Енді теркадан өткізілген ірімшігімізді салып шығамыз. Негізі ірімшікті мол етіп салыңыздар, сонда дәмдірек болады. Ешқандай күйіп кетеді, немесе басқаша болып кетеді, дәмі өзгеріп кетеді деп қорқудың қажеті жоқ.
Біздің тестамыз бен ірімшігіміздің еруі шамамен бір 15-20 минутта дайын болады. Сондықтан ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Бетіне әдемілік ретінде ас көк сепсеңіздер болады. Осы кезде қыздар қара бұрыш, қызыл бұрыш немесе паприка сеуге де болады бетіне. Ол енді өзіңіздің қалауыңыз. Сеппесеңіздер де болады. Мен ешқандай қолданған жоқпын. Шетіне жұмыртқаның сары уызын жағуды ұмытпаңыздар. Пешке 170 градусқа шамамен 20-15 минутта пісіп шығады. Менде 20 минутта пісіп шықты. Енді әркімнің пеші әрқалай, енді пештеріңізге қарай көресіздер. Келесі кезекте қыздар, біз етті пидені дайындайтын боламыз. Дәл сол техника, дәл сол әдіс. Біздің жаңаға бірінші жасаған сыр қосылған пидеміз сияқты дәл солай жасайсыздар. Қамыры дәл солай болуы керек. Бұл жерде өзгертілетін нәрсе тек қана начинкасы, яғни салмасы ғана өзгертіледі. Мен бұл етті пидеге начинкасын видеоның соңында лахмачунның начинкасын пайдаландым. Видеоның соңында толықтай барлығы айтылған, сол жерден мұқият қарап алсаңыздар болады. Дәл осылай начинкамызды толықтай салып аламыз. Молынан салуға тырысыңыздар, өте дәмді болады, ешқандай қорқудың қажеті жоқ, піспей қалады демеңіздер. Бұл жерде тек қана разница, ет піскенше ұстай тұрасыздар отта, күйіп кетпейді. Шамамен менде 20-25 минутта пісіп шықты, разницасы тек қана 5-10 минут қана. Осылай қалың қылып начинкасын толықтай жақсылап тұрып орналастырып шығасыздар, шетінен шығып кетпесін, және де шетін басқан кезде қаттырақ басыңыздар, піскен кезде ашылып кетпейтіндей болу керек. Ол жері де қатты болып қалады деп қорқудың қажеті жоқ, ешқандай қатты болып қалмайды. Достар, дәл менікі сияқты екі пидені де қатар орналастырып 170 градусқа шамамен 20-25 минутқа пісіріп алсаңыздар болады. Ескертетін жағдай, әркімнің пеші әрқалай, соны ұмытпаңыздар. Күйіп кетпесін қадағалап қарап отырыңыздар. Сыр қосылған пидеңіз пісіп болғаннан соң дәл менікі сияқты үстіне моцарелла сырын қойып, пешке 2 минутқа жіберіп алсаңыз да болады. Ол міндетті емес. Қыздар, пісіп шыққаннан соң осы техниканы істеуді ұмытпаңыздар. Ыстық күйінде бетіне сүлгі жауып қойыңыздар. Сонда сіздердің пиделеріңіз қатты болып қалмайды. Сүлгіні кемінде 10-15 минут ұстауларыңыз керек. Арасы шикі болып қалады деп те ойламаңыздар, мүлде олай болмайды. Міне осымен екі пидеміз де дайын болды. Жасап, дайындап көруге сіздерге 100% кепілдік беремін, және де кеңес етемін. Ауызашарға отбасыларыңызға жасап берсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Тағы да сіздерге түрік елінің пиццаларының бірі лахмачун пиццасының рецебін ұсынатын боламын. Достар, сіздерге түрік елінің пиццасы лахмачунның рецебін қалдырамын. Електен алдын ала өткізіліп дайын болған 250 грамм ұнымызға тұз қосылған суымызды қосамыз. Суымызда тұз қосылған, сондықтан тұз қосуды ұмытпаңыздар. Енді барлығының басын біріктіріп бірінші араластырып аламыз 2-3 минуттай қолымызбен. Содан соң барып сұйық майымызды құямыз. Барлығының грамын мен описанияға жазып қойдым, сол жерден көрсеңіздер болады. Және де дрожж салуды ұмытпаңыздар. Енді осы массалардың барлығын жақсылап тұрып араластырып, әдемі қамыр илеп шығамыз. Қамырымыз қатты да емес, жұмсақ та емес болуы керек. Сондықтан орташа жұмсақтықта илеп шығатын боламыз. Иленген қамырымызды пакетке салып, кемінде 30-35 минутқа қоямыз. Жаңаға айтқанымдай, булочка сияқты көтерілу міндетті емес. Сондықтан қатты көтерілді күтпей-ақ қойсаңыз болады. 30 минут тұрса жеткілікті. Ал қосатын начинкамыз, мен сиыр етінен қазір фарш жасаймын, және де қызыл перец, көк пияз, петрушка және помидор, яғни қызанақ, жуа қажет болады. Достар, енді мен осындай блендермен езетін боламын. Осындай блендер пайдалансаңыздар болады. Немесе бұндай блендер болмаса,
кәдімгідей массировкадан фарш жасасаңыздар болады. Магазинский фарш жарамайды, қолдың кәдімгі фаршы өте әдемі болып шығады. Фаршты өткізіп болғаннан соң осы қоспалардың барлығын қосамыз, және де қыздар дәміне қарай 4-5 штук чеснок салуды ұмытпаңыздар. Мен жаңа бас кезінде айтам деп ұмытып кеттім. Міне видеоның соңында сіздерге көрсетіп жатырмын. Барлығын толықтай осы блендерда езіп аламыз. Ешқандай суы көп шығып кетеді деп қорықпаңыздар, ол еш нәрсе қылмайды. Барлығын толықтай жақсылап тұрып араластырамыз. Дәміне қарай тұз және де қара бұрыш қосуды ұмытпаңыздар. Бір ас қасық және томат қосамыз. Осы қоспалардың барлығын жақсылап тұрып араластырып дайындап қоямыз. Ал келесі кезекте қамырымызды 2 бөлікке бөліп, мен 2 лахмачун дайындадым. Орташа домалақ пішінде. Сіздер үлкен қылып жасасаңыздар да болады. Осылай қолдың екі шетімен қаттырақ басып, ешқандай ұн сеппесеңіздер де болады, сепсеңіздер де болады. Бірақ көп қосып жібермеңіздер, онда кептіріп жібереді піскен кезде. Сондықтан ұн пайдаланбауға тырысыңыздар. Осылай домалақ пішіндес қылып жаямыз. Қатты жұқа қылмайсыздар. Бұны орташа жұқалықта жайып шығасыздар. Мен екеуін бірдей жайып, бірдей пешке салып пісіріп алдым. Сіздер бөлек-бөлек пісіріп алсаңыздар да болады. Және бұдан да кішкентай қылып жасай берсеңіздер болады. Яғни балаларыңыздың 5-6 бала-шағаларыңыз болса, кішкентайдан 5-6 бөліктен істеуге болады. Немесе бірден үлкен қылып пицца ұқсатып бөлсеңіздер де болады. Дәл осындай жұқалықта болу керек, қыздар, видеода көрсеттім. Сондықтан қатты жұқа қылып жібермеңіздер. Астына ешқандай кетчуп, майонез сеппейсіздер, сұйық майда жақпайсыздар. Бірден начинкасын салып пешке жібереміз. Яғни 170 градусқа 35-30 минутта пісіп шығады. Енді пештеріңізге қарай көресіздер. Міндетті түрде қадағалап отырыңыздар, күйіп кетпесін. Енді бетіне жуа немесе осындай салат жасап, лимонның суын ағызып жесеңіздер болады, қыздар. Міндетті түрде лимон пайдаланыңыздар. Өте дәмді болып шығады. Менің отбасыма, яғни жолдасыма қатты ұнаған пиццаның бірі. Жасап дайындап беруге кеңес етемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліңіздер.